Урие Эдемова Айдын кечеде. 3-4 кырым татар карты комшу койден болса керек, алиме оларны танымай, чалгынен богдай чалалар. Чалгыны кайдан тапканлар, Алла билсин. Өзбеклер исе оракнен бакла, маш, нохут оралар. Арман басалар. Бір арық атчық сабадан акшамга же раатлык бөлмей чалыша. Ортасындан демир көчер кечирилген узунлугу 1 метр болгон тыртырлы ташны ат тарта, кимерде богдай башаклары, кимерде нохут, маш уркенлери үстүндө тыгырта бере. Аш пышырмек үчүн ожакны Рахматулла аканын өзү ясады. Анда балабан кара чөйүннү ерлештирди, алимеге памук ягынын насыл тавландырмак керек болганын көстөрдү. Чүнки кырымлылар бу ягдан насыл файдаланмак керек болганын билмедилер. Олар пышырген аш памук ягы коку эди. Бригадир чөйүнүн ичиндеги ягны жакшы түтеп башлаган соңра, онун ичине 1 баш темизленген соган быракты, о кыпкырмызы болгон соңра кевгиринен алып ташлады, буюк усталык менен төгерек этип инже догуралган 1 чанак соганны ягынын ичине ташлады, оны жакшы кызартты. Энди этни ви өз невбетинде башка шейлерни коя билесиң, деди. Ишинин 1 күнүндө Рахматулла ожак янынан кетмеди, алимеге мында пышырылежек ашны насыл азырламак керек болганын аңлатты. Рахматулла реберлигинде пышырылген машнин пирнич буткасы пек леззеттүү эди. Эң асасы памук ягынын кокусу ичде дуюлмай. Бунун бүтүн сыры ягны тавландырууда экен, деп тушунду алиме. Алиме ишке эркестен эвел келе. Көйдөн 2 копка суу кетире, чөлдө суу жок. Күнөш догу бир аз көтөрүлгенинен чалыша аткан адамлар чай сурап башлайлар. Оны кайнатып жетиштирмекнин чарасы жок. Кырымлылар эсе бүтүн вакыт салкын суу ичмек истейлер. Оны кайдан алажаксың? Хусусан үйледен соңра агызына жерге көмүлген балабан бардактаки суу кыза, оны ичмекнин чарасы болмой. Ерлик халк оларга чай ичмекни тевсие эти. Бу эм суусуздукны кандыра, эмде саглык үчүн жакшы дейлер. Токтамай чай кайнатмак, корай жыймак, аш пышырмек. Кимерде пек yorulганда корай жүйүү ишинде оңа базан оракчылар жардам этелер. Үйледе аз ачык салкын жерде отурмакнын, раатланмакнын чарасы жок. Чалашка эркеклер толушалар. Яш кадынга эркеклер арасында отурмак колайсыз. Тышта эсе күнөшнүн өткүр зыясына чыдамакнын чарасы жок. Арадан 1-2 күн кечкен соң арманда кежелеген эркеклер уч тал сырыгыны санжаяк киби төпелерини бир жерге кетирип багладылар, ашагыларыны уч якка керип жерге санчтылар, устуне чалы чырпы от ташладылар, бойлеликле ашчыга чалаш курдулар. Алиме шу күнү пек кубанды, дерсин оңа 2 катлы буюк бина идея эткенлер. Үйле тенефүсүндө өз чалашында аз ачык чырым алды. Акшамлары иштен evге кайтканда Рахматулла оңа аз ачык маш яхут бакла богдай бере. Кимерде эсе балаларына ишчилерден артып калган ботканы алып бармак кызмет ола. Алиме үчүн бу буюк бакыт. Эң асасы арманда чалышканлар онун пышырген ашларыны бегенип ашайлар. Алиме бу адамларга ишине алышты. Тайбенин айтканы киби, корантаны бакмак ялыныз жыбайырдын үстүнө жүкленилмеди. Оңа анасы да жардам этмекте. Лякин теесувки бу кубанч да чокка сүрмеди. Бугдай чалай атканлар арасында өзүнү не үчүндүр башлык көстөрмеге тырышкан Сейит Мамут деген киши bir күн үйлелик ашка эркестен эвел келди. Өз чалашларына кирип, агыр иштен сымсылак болгон камзолуну деныштырып чыкты. Андан чыкканынан алимеге мында келгенini билдирмеге тырышканы киби 1-2 кере оксуруп алды. Соңра ашчыга якынлашты. Чөйүндө былкылдап кайнай аткан ашка тушунжеле алда бакты. Ожактан янай аткан чубукну алып, газетанен сарып ясалган сигараны туташтырды. Onun tutununu ağzından
алқа етіп чықарды. Kenarda тұрған бош құпқаны терс чевіріп, оның үстіне Афудан отырды. Алимеге бақты, ешіл ойнақ көзлеріні сузып күлімсіреді. Ач yanaqlары алланды. Гурви uzun миығының ұжларыны бұрды. Картосы 2-3 ерден сынған шапкесіні көзлері үстіне басты. Алиме bu адамны көргенде не үшіндір өзінде раатсызлық есеті. Хусусан оның ешіл ойнақ көзлері қадынға ахлақсызлықтан делалет олып көріне. Бойы yüksek olғанына бақмадан, омызларыны да yüksek көрінмеге тырышқаны кебі көтеріп, башыны есе азачық артқа ташлап юре. Сейітмамут сигарыны kenarға атты, Алимеден içmеге су сорады. Салқын чай var, içersiniz mi? Деді Алиме cesaretсizlikle. İçerim. Салқын чай да яқшы. Алиме чалаштан кішкене чайниктен бір пиала алып шықты. Сейітмамутқа ағызы бурнуна же чай толы пиаланы uzatты. Кіші пиаланы дегілде қадынның білегінден сықып тұтты. Мен сені бегенем, Алиме, деді бірден. Қадынның бүтін вүжуды titrеп кетті. Сіз не айтасыңыз, деді ақаретленген алда окунчлы сеснен. Сен абдырама, қорқма, Алиме. Bizim sevgimizni kimse duymaz. En esası, mында маңа терс бақажақ кебі cesaretli адам tapılmaz бellейім. Қадыны месейінді чоқтан сық бақча ішінде талдада сықылып құрып қалған терекке бензей. Қадындан еселі тафет шырнықлық істенілі. Қадын güzel варлық олғаны үшін севілі. Мен сенде бұларны енді чоқтан көрдім. Менімкінде есе оларның ешбірі жоқ. Мен сені бегенем, Алиме, деді. Қадынны құшақлай жақ oldu. Алиме оны қақыштырды. Алладан қорқыңыз, деді. Сейітмамутның yüzsüzlігіне тәжіпленген алды. Кіші теренден kokус кечірді. İnsanға бойлей сенің кебі дайыма бұлытлы чере ве дертлі юрекнен яшамақ олмай. Біздер bu дүнияға дирек олмай жақмыз. Өмірде öyle olup келген, öyle de кетecek. Yalnız yaşamağa bilgen adamlar ondan bir şeyler alalar. Becerip olamаған söylері bizim алымызға оғрай. Сейітмамут өзіні бақытсыз, aciz адам olarak göstermege tırıştı. Omuzlarını қысты, аз açıq қамбұрайған алда erkekler çalашына кірді. Bu vaqadan sonra Сейітмамут не üçündür tarladan herkesten evvel qaytып келмекні adet etті. Lakin Alimeге onu akaretleyecek gibi bir söz aytmadı. Onunla yumşak muamelede bulundu. Bazen balalarının al-evalını soradı. Alime bu herif akılını başına topladı, insafqa keldi dep düşündü, tınçlandı. Aradan birkaç gün keçken sonra ise bu biçare kadın apansızdan belaga uğradı. Сейітмамут üyledi, herkes rahatlanğanda, yuklaganda Alime'nin çalашына bastırıp kırdı. Alime canım, sen benim degenimni yapmak gereksin, dedi. Kadınını kucaklamağa ıntıldı. Alime tirseklerini onun kokusun yetiredi, "Manga tokunmanız, şimdi bağırıp sizni maskara ederim," dedi açumnen. "Yok Alime, sen kıçırma, meni dinle." O kadının bileklerinden sıkıp tuttu, özüne çekti. "Bırakınız ellerimni," dedi Alime yüksek seslen. "Şimdi ses sedayı verir, bütün erkeklerini ayakka tursatırım." "Anda erkek yok hanım. Mında erkek bir dane, o da senin elinde esir. Akılsız kadın, şaşmalama. Menim feriştem." Alime onun çeresine nefretlen baktı. "Yeber ellerimni, yok ise maskara ederim," dedi açunen. Сейітмамут mesele ciddi olğanını anladı. Alimeni uytep yiberdi. "Buna kulak askan tapılganda kursiye milayeke kesilgen," dedi. Böylece o vakıadan son Alime'ge birkaç gün manglayı tübünden açulu bakıp yurdu. Ahır sonu patladı. Öylelik aş vaktında elindeki şorba dolu çanakını Alime'nin o güne көтеріп attı. "Böyle acıtkını hocan kaytıp kelgen ki bolsa ona aşatırsın," dedi. Kufurlenip soğundu. Alime ona ne demesini bilmedi, sustu. Kadın milleti böyle ağır vaziyetten çok ısı көз яш töküp kurtula turgan.
Ләкин Алиме ойлай япып оламады. Оны ақаретлеген адамға көз яшыны көстермемеге тырышты. О көз яшыны acizlik hesap etti. Acizlik ise insandaki en fena çizgi деп біле. Сейіт Мамутмен берабер çalışқан адамлар бір-бірлеріне бұ да не деген кебі бақыштылар, меселенің асылына аңлап оламай сустылар. Бұтын күн арманда атының башыны тұтып жүрген болдырған осмыр егет бірден ерінден сычырап тұрды. Қарт адам олсаңыз да айтайым, ақлақсыз екенсіңіз деді. Алимеге чевірілді. Алиме апа, бұңара атсызланмаңыз. Сіздің пішірген ашыңызны біздер пек бегені пашаймыз. Сақ олыңыз, Алла сағлығыңызны берсін. Сейіт Мамут аканы сыйлы суплы ашларнен сыйлаған қадын бар. О юткынды, еліні сілкітті. Ашыңыз қалған олса, маңа бір чомучда беріңіз. 2-3 күн кечер кечмес, еркеклерінің чалашында тәйбенің шақылдап күлгені ешітілді. Сейіт Мамут Алименен жидди лаф етмеге қарар берді. Оны іштен қумақ үшін аш пішірмеге білмейсін, сенің пішірген ашыңны ашамақның чаресі жоқ, бұтын күн ач чалышамыз, башқалары бұны юзіне айтмаға чекінелер балаларына ажийлер, мен есе дост ағлатып айтыр дұшман күлдіріп дегенлері кебі доғыры бетіне айтам. Мындан кет, демек істеді. Ойле десе адамлар оны қорчаларлар, құсусан Рахматулла бұңа ел бермес. Алиме де оңа, сен кім олғансың да мені іштен қуасын дей біле. О, юваш ве йымшақ табиатлы олса да, қолайлықнен елге алынажақ, қорқажақ қадын дегіл. Башқа, мұрекепче, оның менлігіне тоқынған себеп тапмақ керек деп тұшынды, тапты. Алиме, біз сеніңле бір сөзге келіп оламадық. Аңлайым, саңа қолай олмас, балаң чаған деген кебі, ләкин дүнияда бұлардан епісінден yüksek ве мұқаддес шей бар. О, sevgidir. Бұ мұқаддес дұйғы әлбет әркесінің жүрегінде доғып осып чечекленіп оламай. Оның пейда олмасы үшін инсанда алижанаплық, ақиқи жүрек олмақ боржылы. Бұ дұйғы ялныз шөйле адамларының жүрегінде пейда ола біледі. Мен сені қабатлап оламайым. Сен өмірінде бойлы дұйғы із етмегенсің. Қожан бар ма? Бар. Сен бала доғырмақтан башқа шейіні білмегенсің. Мұқадес дұйғыдан есе хаберін біле олмаған. Оны сенде уянтмақ үшін бұ дүнияда нелер yapмақ керек білмейм. Енді саңа бір ақиқатны айтайым. Мен шөйле бақытны таптым. Сенің мұнда олывын есе маңа кедер ете. Мені бұ бақыттан махрум етмемек үшін сен мұндан кетмек керексің, деді ялварыжы сеснен. Алиме оңа тік-тік бақты. Эй, хиянет еріф. Бұ мұқаддес дұйғы сенің қара юрегіне бір вақыт кіріп оламағандар, демек істеді. Оның қансыз чересіне, аясыз көзлеріне бақаркен, бойле демекінің файдасы солғанын аңлады. Өзіні чоқ сықмамаға суық қанлық нен жауап бермеге тырышты. Мындан, яғни іштен кетмек, кетмемек менің ішім. Сізін бақытлы олып, яда олмайуыңыз ісе маңа дегіл, өзіңізге бағылы деді, терс чевіріліп кетті. Дүниялар сені. Бұңа не демек мүмкін? Бөйле ағыр девірде қайда чевірілсе, оғыне тайбе келіп шыққан. Бұ ақляқсыз қадын де әлемеге іш тапа, де елінден ішіні, балаларының қызметіні yüzsüzlerce çekip ala. En esası, Сейіт Мамутның өлім төшігінде ятқан қадынының сонки күнлеріне біле зер қатмақты. Анасыңа Сейіт Мамут ақайының алижанап юрегі ве мұқаддес sevgisi. Анда есе тәйбенің қызыны іштен шығарып, еріне жевайырны тайын етмек істейлер. Бұ да құрназлық ве илякерлықнен, феналық нен бағылы. Анда да, тырнақча ішінде,
Алиженап адамлар иш көрмектелер. Озыны пек тедбикар, ақылы, бежерекле сайған тәйбе бұның фарқына біле барып оламай. Жевайыр анасының түшінжелер дериясына ғарқ олғаныны көріп сұсты. Не қадар түшінсе де, ярын сабадан яңы ішке бармақ оңа ғайет дешетлі олып көрінді. Сен Жевайыранда бармақ істемегеніңні Орманжан акаға айтмадың мы? Деді Алиме түшінжелі алды. О адам сені аңлар еді. Жевайыр теренден көкіс кечірді. Оңа меселені башқа түрлі аңлатқанлар. Сен оқымыш қызсың, саңа кетменнен дегілде, башнен қалемнен çalışмақ керек, деді. Янық-янықны бастыра. Алиме бүгін евге келгенже, илеріде не yapmasını білмей қасеветленді, де ачуланды, де ағлады. Евде есе оныңкіне Жевайырның янығы түшінжесі қасеветі қошылды. Енді қайда барыр да кімнен ақыл танышыр? Ертесі күні ішке кетілежек вақты келгенде, ерінден не ана тұрды, ве не де Жевайыр. Екісі де чоқтан уянық еселерде көзлеріні ачмай еттілер. Ақыр соңы Алиме бір қарарға келді. Жевайырнен берабер Орманжан акаға бармақ керек. Орманжан ака Алимені сабырнен dinlеді, соңыра күлімсіреді. Алиме қардашым, бұл іште бір түрлі феналық жоқ белейім, деді. Бір күн евелсі Жевайырге айтқан сөзлеріні текрарлады. Бұтын сөз Рахматулланың яқшы адам олғанына келіп бағланды. Бичаре Алиме бақча қарабулы Темиржан ве Армандаки Сейт Мамутның мұнафықлықлары аққында бір сөз біле айтып оламады. Ай гедесені қадын тағдыры. Не қадар феналлық ве ашалыққа, ақаретке қатланмақ керексің. Арадан 2-3 күн кечкен соңыра Лейла, Хатидже, Жевайыр, Энвер ве дигерлері бағараға бұғдай арманында çalışмаға кетмеген олсалар, Алименен қызының алы чулы не олыр еді, Алла білсін. Сүргінлікте 2-ші елінің қышы өзінің терен қары ве ұзанып кеткен аязлы күндерінен ач ве чыплақ қалқының жаныны яқты. Бүтін қыш девамында ерде инсанның тізінден келген терен қар ирімей инатланып ятты. Күндіз күнлері күнеш көк терінлігінде аз ачық елмаймаға тырышса да, соңындан кене таш чатлатыжы аяз башлай. Терен қар ер үстінде дерсін бұзға дөнген. Адамлар оның үстінде жүргенде атта излері біле қалмай. Ағыр юктен башлары егілген чыплақ тереклерінің пытақлары жам кебі елтірайлер. Ерлі қартларының айтқанларына көре, бойлы қыш бұндан 100 ел евелсі олған еміш. Падиша қышымына оғраған халқымызға Алла да терс чебірлген дейді базылары. Ерлі халқының да башындан есі кетті. Чүнки бойлы сұлыққа кімсе азыр дегіл еді. Не келме халық ве не де ерлі. Колхознын пек чоқ қойыны ве ечкісі суықтан бұзлап өлді. Аранлары içinde адамларының сығырлары, ешеклері ачтан, суықтан ғайып олдылар. Соңра ава бірден денішті. Аджы рузгар есе де күнеш елмайды. Оның зайыф шавлесінден сачақлардан ашағы ханжер кебі ұзанған бұзлардан тамчылар тамып башладылар. Ичні қарартыжы қыштан усанған, yorulған адамлар диварлар түбінде омызларыны қысып, зорнен елтіраған күнеште қызынмаға чықтылар. Юфқа киінген балаларының черелері суықтан морарып, тішлері бірі-біріне ұрып қалтырасалар да, арықлардаки бұз үстінде таймаға тырыша еділер. Ана бабалары есе оларға бір жарты калошын бар, бұз үстінде тайып, оның да түбіні түшірме деп дарыла еділер. Қыш есе озының фентіні елінден қачырмамаға тырышты. Аджы рузгар адамларының юфқа урбаларından инелер кебі кечіп, ичеклеріні бұзлатты. Оларының жаныны алмаға қас еткен кебі окурды.
Алименин балалары тышка чыкып бузда таймак дегилде, жанларını куртармак үчүн эвлеринде не тапсалар, оңа сарылмага тырыштылар. Бу рузгар evlerinin пенжерелерине, жам ерине мыкланган фанер такталарыны, шифер, керамет ерине коюлган камышларны кайдаларгадыр учуруп алып кетти. Сокаклар ичинде кар менен тоз карышып көтөрүлдү. Дерсин шайтан тою башланды. Эвиңде чөөн собаң гүрүлдеп яңса, софраңда сыжак ашың, үстүндө калын урбаң болса, бу кылыксыз рузгардан коркажак адам болмаз эди амма. Живайрлернин эвинде эсе буларнын эч бiri жок. Онун кардашлары байгушлар кеби энди чоктан сонуп, карарып калган соба башында отуралар. Бойле катты кыш үчүн кечкен сене якарлык оларак топланган бир-эки араба козапаяң не болажак? Козапая памук сабагы. Алимелер өзлеринин козапаялары бүткен сон, Кимя ханынкине тимемеге тырышты. Ләкин кар эп теренлешип, кыш эп узаган сон, балаларны бу дешетле сууктан куртармак үчүн эркун ич олмадын бир-эки кучак козапая алып якмага мажбур болду. Экинчи тарафтан тайбелер оны эч да ажымай якалар. Эвлери аммам кеби сыжак. Алиме тайбеге пек мукайтлыкнен, козапаяны азачык кытып якмасак, Кимяхан кайтып келгенже мында бир чоп биле калмайжак демеге жасарет этти. Тайбе патлак көзлөрүнү төгереклетти. Акыс менин одам күчүк бир шейчик, анда не кадар козапая якарсың? Сенин одан бир колхоз клубу кадар бар. Балаларың эсе геже кундуз ожак башындан чекилмейлер. Дерсин оңа япышып калганлар. Бутун кыш бурунларыны собага тиреп күлгө бакып отуралар. Санарсын эвде козапая ташымактан башка ишлери жок. Алиме оңа да не айта биле? Энвернен Живайыр экиси элбет аба аз ачык жиберген кеби болса, дерал койнун четиндеги орманчыкка чапалар. Андан курыган чалы чырпы жыйып кайталар. Ләкин буңа имкан чок болмай, чүнки кырлы боран бе аяз пек ювка кийинген аж балаларны жолда чок жүрсетмей. Козапаяны исе якмак мүмкүн дегил. Ожак сонгенинен оданын ичи буз кесиле. Бу ал аж балаларны да азаплай. Ожак башында тизилген балалар үйле олмасыны дөрт көзүнөн беклейлер, сык-сык Кемалга бака берелер. Чүнки үйле олганын кардашларына ырдайым о билдири. Яни күнештин ярыгы пенжеренин драм тактасы мыкланган көзлөрүндөн кечип, экене жамны ярыклатканда, Кемал кардашларына үйле олганын билдири. Олар аналарына аш пышырмесын рижа этелер, ялварып башлайлар. Бүгүн балалар оңа ялварып дегил, агыламсырап бактылар. Алиме бичере барып ун турбачыгыны кармалап тапты. Оны алганынен элleri аяклары жиберилип кеттилер. Чүнки бутун яз ве куз азырлаган унлары энди турбанын түбүндө дегилди, бир кошечигинде кысылып тура. Куранта энди чоктан берле бир геже күндүздө бир дефа ашайлар. О да аш демеге келмей. Кышнын башларында Алиме оларга ак чачык, умат чорбачыгы пишире турган. Афтада бир яда эки кере ярымшар такос питеси береді. Шымды бир айдан берле Куранта бойлы ашларны ялыныз түшлеринде көре.